Ең бірінші қараңыздар, дәл бүгін маған мынандай SMS келді. Әрине Gmail-ма қалайсыңнан, типа бұл жерде 30.000 теңге ұтып алуға шансыңыз бар. 30.000 теңге ұту үшін сіз просто Қазақстандағы бір күніңізді түсіру керексіз деп тұр. Яғни бір күніңізді телефонмен краткий видеоролик жасайсыз, бір күн қалай өткенін деген сияқты типа сондай. И одан кейін 15 декабрьге дейін, қазір жетті, 15 декабрьге дейін уақытыңыз бар, өткізіп социальный сеттерге тарату керексіз. Яғни ролигіңізді iTube'ға саласыз, и қалайсыңыз хэштег белгілейсіз, iTube белгілейсіз, и социальный сеттерде достарыңызға таратасыздар, типа роликтің ссылкасын. Одан кейін сіз 30.000 теңге ұтып алуға шансыңыз бар деп тұр. Ол қазір қалайсың деген опросникпен iTube'тың қосылып істеп жатқан типа проекттері. Сол үшін осыған қатысып көрсеңіздер болады. Кім видеоролик жақсы дейді, қатысып өзінің социальный сеттерінде таратса болады. Одан бөлек қазір қалайсыңда кішкене өзгерістер болды, қазір оқышайын. Қараңыздар, қазір мен сіздерге айтуға міндеттімін, себебі қалайсыңда дәл қазір обновление болды. Қазір соңғы кездері біздің опросымызды ешкім оқып жатқан жоқ, просто басып өтіп кетіп жатыр. Сол үшін біз бірқатар өзгешеліктер енгіздік. Енді біздің опрос тез оқымай ответтердің бір-біріне сәйкес келмесе, біз сізге балды төлемейміз дейді. Сол себепті де опростардан оқып жауап беруге тырысатын болайық. Қазір мен кішкене өтіп көрейін. Пройти опрос басамыз, и қараңыздар. Ал енді маған көргендеріңізде 200 теңге берді. Вроде жақсы орындадым. 200 теңге берді. Қазір 1800 теңге. Одан бөлек көп адамдар менен сұрайды. Типа осындай розыгрыштар болады деп. Бұл розыгрыштар кәдімгі розыгрыштар. Мысалы қараңыз. Сізде опрос, одан кейін розыгрыш деп тұрады. Розыгрышқа сіз мысалы керек емес балдарыңызды салып қатыссаңыздар болады. Мысалы 20.000 теңге розыгрыш болып жатыр, 79.000 балл ойнатылып жатыр ол жерде. И сіз 1 балл 1 билет. Яғни мен осы жерде 200 балымды, 300 балымды, барлығы балымды салып жібере аламын. Бірақ ұтпауым бірталай. Сол үшін өздеріңіз көресіздер. Если сіздерде ақша шығарумен қандай да бір проблема болып тұрса, немесе жетпей тұрса, өзіңіз бақтарыңыз сынап көргілеріңіз келсе, осы розыгрышта сынап көрсеңіздер болады. Бірақ бұл опросниктен сіз 2000 теңге жинау вообще қиын емес. Көргендеріңіздей маған жаңа ғана бір опрос келді, орындап болдым. 3 күн 4 күн сайын бір опрос келеді. Және де менің подписчиктерім арасында уже 500-600-ден астам адам ақшалар осы жерден шығарып жүр. Сол себепті де бәріне, жаңа подписчиктерге, жаңадан қосылып жатқан адамдарға барлығына совет беремін. Осы қалайсың деген опросник негізінде қазір интернеттен ақша табудағы топ сайттардың бірі болып тұр. Ал енді ойында сіздер Play Market'тен скачать етесіздер. Ол үшін секреты грустных чудовищ деп жазасыздар. Мен жаздым. И сіздерге осы ойын шығады, Z-Box'тың ойыны. И одан кейін кіресіздер. Кіргеннен кейін осы ойынды скачать етіп аласыздар өздеріңіздің телефондарыңызға. Скачать етіп болғаннан кейін экраннан просто ашамыз ойынды. Қазір мен ойынды ашып көрейін. Ойын менде скачать етіліп қойды. Мені басамыз. Ойын ашылады. Қараңыздар. Бұл ойында біз қалай ақша табамыз? Бұл ойында біз екі жолмен ақша тапсақ болады. Біріншісі ештеңе істемей, екіншісі просто кликать етіп. Міне әр кликқа бізге 1 монетадан береді. Тез кликать етсек, екі қолмен, екі саусақ, үш саусақпен де кликать етуге болады. Одан бөлек бұл жерде біз ештеңе істемей ақша тапсақ болады. Ол үшін не істеуіміз керек? Ол үшін міне жасыл кнопканы басамыз, бізге реклама шығады. Рекламаның соңына дейін көреміз. Қазір не өзгергенін сіздерге көрсететін боламын. Ал енді қараңыздар, мен рекламаның соңына дейін көрдім. Ал енді әр секунд сайын маған 1 монета қосылып тұр. Жаңа мені шошқан копилкасынан 1 монетадан шығып жатыр. Видеоның басын көрсеңіздер, ол жерде ешқандай монета шығып жатқан жоқ еді. Және де дәл осыны 100 уровеньге дейін жеткізуге болады. Яғни секундына 100 монета табуға дейін жеткізуге болады. Ол үшін 100 рет реклама көресіздер, примерно жарты сағат кетеді. Ал одан кейін, одан бөлегіне екіншісімен монстр әр ұрған кезімізде бізге 1 монета беріп жатыр. Осы бір рекламаны көріп, бізге әр монстрға көбірек урон беруге болады. Қазір көретін боламыз. Қараңыздар, мен сарының рекламасын көріп болдым. Енді көргендеріңізде әр ұрғанда 3 монетадан беріп жатыр. Және де 3 минут сайын бізге дәл осылай 3 монетадан береді. Көргендеріңізде монстр сразу өліп жатыр. Және де әр секунд сайын 1 монетадан беріп жатыр. Примерно секундына 100 монетадан жеткізіп қоюға болады. Одан кейін өздеріңіз ештеңе істемей қойсаңыздар болады. Ол үшін 100 рет реклама көресіздер. Жаңа айтқандай болды. Одан кейін ештеңе істемесеңіздер болады. Әр
секунд сайын 100 монетадан беріліп тұра береді. Просто телефонда осылай қосып қойып қоя салсаңыздар, секундына 100 монетадан шығып тұрады. Қазір маған 1 монетадан беріп жатыр, ол өте аз. Ол үшін екінші уровень қазір қосып көрейік біз. Тағы да бір реклама көрдім, енді 2 монетадан беріп жатыр. Көргендеріңіздей өте тез көбейіп жатыр. Мен үстінен бастан тағы да 3 монетадан, әр кликке 3 монета, секунд сайын 2 монетадан шығып тұр. Дәл осылай осы жерге осы монеталарды жинасаңыздар болады. Бұл монеталар қанша болғанда шығады, қазір мен сіздерге түсіндіретін боламын. Қазір үйді басамыз. Ол үшін көргендеріңіздей минимальный сумма шығаруға болатын 5 миллион монета. 5 миллион монета қазір менде сап-сары жанбай тұр. Сіздерде 5 миллион монета жинаған кезде осы жерге сары кнопка басылады. Осы сол кнопканы басқан кезде астына промокод шығады. Сол промокод скриншот жасап ВКонтактеге жіберулеріңіз керек. Қазір көрсетем. 5 миллион монета деген басқа адамдардың айтуына қарағанда уровеніміз 100-ге дейін жеткізсек, екіншіні уровень 100-ге дейін жеткізсек, бір күнде жинап алуға болады. ВКонтактеге сообщениемен сол промокодты жібересіз. Скрин жасағаныңыз жібересіз. Міне қазір дәл осы группаларына кірдік ВКонтакте осында сайттың. Одан кейін подать заявку басасыз. Әлі заявка менде жоқ. И сообщениеге просто скриншотыңыз жібересіз. Міне қанша таптыңыз, қанша миллион монета таптыңыз, 5 миллион монета тапқан кезде скриншот промокодыңызды түсіріп, осы жерге просто прикрепить етіп жібере саласыз. Ешқандай қиындығы жоқ. Примерно 1 сағат, 2 сағат ішінде ақшаңызды салып береді. Ол үшін тағы да айтамын, 5 миллион монета жинау керекпіз, купить басу керекпіз, промокод шығады, сол промокод жазуымыз керек. Приложение ұнаса, ары қарай өздеріңіз ақша тауып көрсеңіздер болады.